Иә, тура сұхбат беріпті ғой. Әйелі айтыпты да, әйелі де айтқан екен, анау Гвардиола адам емес, шайтан депті ғой. Адамгершілігі жоқ оның, тек футболдан басқа ештеңені ойламайды. Сондай адам деп, в общем, жаман. Футболға берілген да енді ол. Бірақ қырды қоя көбікте. Алдай салады, бір бәле болса бүйте салады, өтіріктен жылай салады, сондай адам ол, шайтан деп айтты. Қырды ғой, қырды. Сондай болса да бізге бір әке болу керек еді, сол пепте. Шынымен, Қазақстанға бір кіргізіп шығару керек еді. Жаман қояды ғой, бірақ ойында айтшы, ана Холландты ойнайды деп ойламаймын мен. Қалай әйтеуір соны шығарып қойған. Епетейсіз адам ғана Холланд деген бар ғой, дәу болып бар ғой. Кіргізіп жібере береді ғой гол. 100 гол соқты ғой, білесіз ба, ағылшын премьер лигасының тарихында 100 гол соққандардың қатарына кірді. Сен ойласай, ол ойынды соған қойып қойған ғой. Пеп, соған қойып қойған ғой. Пептің баяғы Барселонадағы системасының өзі тики-таки. Бұяқта болып жатыр ғой жайлап. Ол ойынның бәрін Холландқа қойып қойды ғой. Содан кейін болып жатыр да. А бізде білмейді да кім қайерде ойнайтынын, артқара пас бере алмайды. Бізде аға, оказывается, біз кеше сөйлесіп, ана бас бапкер Байсуфинов, Талғат Байсуфинов деген ағамыз ғой. Мотивациямен ойнатып отыр деген ғой бізде. Дейді да,